Баршаңызға біздің логотерапия мағыналы ғұмыр атты эфиріміздің екінші бөлімі. Қосылыңыздар. Ендіше. Әдебі, саңқылдап тұр. Керемет. Аға, осы жерде эфирде бір нәрсе жетіспей қалды бізге. Кішкене эйфория жетіспеді. Оның жетіспеген себебі біз сіздің аузыңыздан қисса бөлісе алмадық. Есіңізде ме? 2007 жылдар мен сіздің қиссаларыңызды Фейсбукта қисса жүректің бальзамы деп әр шыққан қиссаны бөлісіп тыңдап отырушы едім. Менің одан қашпайтын, қорықпайтын себебім, мен ата мен әженің қолында өскен қызбын. Солардың аузынан бала күнімде екеуінің ортасында естіп өскен әңгімемнің сіз почти деп айтайын 60-70%-ын қиссада айтып жүрдіңіз. Ол қайтадан менің санамда кірілді. Сол бір қисса айтып берсеңіз, осы эфирге мағыналы өмірге сүрудің бір мағыналы өмір сүру үшін бір қисса, осы эйфорияға бару жетіспей тұр ғой бізде қазір. Бір қисса айтып берсеңіз. Онда бұлай болсын. Бұлай болсын. Біз қиссаны айтқан кезде давай қисса айтайық деп айтпайық. Ол егер өйтсек, онда ол онша қызық болмай қалады. Сұрақ нашар дейді, Біреу жазып жатыр. Біреу сұрақ нашар деп жазып жатыр. Сол менің бірден қисса айт деген ұнатпай жатыр. Не болмаса, біз алдында не айтып отырайық, соны бітіріп барып айтқанда болатын еді. Біз бір нәрсе айтып отырайық. Не әңгіме айтып жатыр едік? Кітап. Сіз белгілі бір оқу орнында осы логотерапия ілім бересіз ба? Қазір менің мұна біраз сол шетелде оқыған өткен біткен біраз көз ашық достарым бар, бәрі айтып жатыр маған. Сәке 21 ғасырда YouTube пен Instagram саған мынандай мүмкіндік беріп тұрғанда, бір жерге барып жұмысқа тұрып, 100 000 теңге айлық алып, одан кейін азынан кешке дейін сен сол жерде министерствоға отчет тапсырып отырма құрып кетті. Басың істесе, сол Гүлжазбен осылай эфирде отыра бер. Осы 1000 миллион есе пайдалы әрі тез таралады деп айтты маған. Сондықтан мен үнемдеген, экономдаған уақытымның бәрінде лучше жыр жаттайын, хикмет жаттайын, зікір айтайын, сол елге пайда, маған да пайда. Солай емес пе? Иә. Енді бұлай қылайық. Мына жерде сіздің адамдарыңыз біраз жиналсын дедім, мен бір шетінен күтсін. Мынандай мәселе. Мына адамдардың бағана сіз әңгімен бастаған кезде айттыңыз ғой, бізге не жетпейді, бәрі не жетпей жатқанын білмей жатыр, осылай деп. Енді оны мен біраз бұландай тұрмыстық немен үйреттім, философиямен айтқан болдым. Негізі соны қиссамен түсіндіреді. Адамға не жетпейді дегенде. Енді бұл жерде не жетпейді деген кезде адамдар өзінің бойында, болмысында не бар екенін, не жоқ екенін байқамайды. Соны байқату үшін, мысалға франклдар, олар өздері наглы, өздерінің киелі кітаптарына ссылка жасай береді. Мен Лукастың кітабына интервьюлерін оқам, Элизабет Лукас деген франклдың шәкіртін. Олар кәдімгідей біз өзіміздің теориямызды негіздеген кезде адам рухани болмыс деп бастаймыз. Және ол рух қайдан шықты деген кезде, оны жаратушы құдіреттің бір үрленген демі деп аламыз деп ашық айтады. Енді олар олай деп айтатын болса, дәл сондай киелі кітап, және сапасы жағынан, сенімділігі жағынан миллион есе олардыңкінен күшті, менде Құран Кәрім деген кітап бар. Одан бөлек Құран Кәрімнің негізінде жазылған Яссауиден бері қарап қаншама менің жыр дастандарым, қиссаларым бар. Соның үстінде отырып, сонда мен аналарға тәуелді боламын, мысалға Австриядағыларға, жаңағы болмаса Германияда отырған немістерге, оның теориясымен танысқаннан кейін мен олардан 1000 есе жақсы жасап алам керек болса деп ойлайды ғой әлгі жерде Шанжархан.
Содан тұрдым дағыны мен бұны алдында Құранның аятымен мен өзіме негіздеп аламын дедім. Яғни Құранды оқыған кезде адамдардың бәрін мән бермейтін өтіп кете беретін жері сол. Яғни ең бірінші балшықтан адамды жаратып қояды ғой. Сол кезде Тәңір Тағала айтады періштелерге, мен адамды жараттым, маған орынбасар халифа болады көріңдерші деп. Сонда жағы барлық періштелер бәрі келеді дағыны ібліс ана адамның мұрнынан кіріп кетіп, бүкіл дене мүшелерінің бәрін аралап шығады дағын айтады ғой сол жерде. Мына адамның баласын жаратып қажет жоқ деп. Неге десе, мынаның қуыс кеуде мынау. Жағы сұлу әйел көрсе шыдап тұра алмайды, тамақ көрсе шыдай алмайды, 2 күн тамақ көрмесең ана өзін жеп қояды баласын. Мынау дейді, сұмдық мынау дейді ғой. Соғыс құмар, атақ құмар, жаңағыдай атаққа бәлеге тоймайды, медальдің бәрі үстіне жапсыра береді, керек болса жаңағыдай өзіне мыстан ескерткіш тұрғызып қояды деген сияқты адамның бүкіл лас сапасыз мінез құлқының бәрі жасайды ғой сол жерде. Енді Тәңір Тағала тұрады да айтады: "Әй, сендер сонда не бәрін білесіңдер ма?" дейді ғой. Сонда періштелер айтады: "Я, Тәңір Тағала, сен бізге не үйреттің, біз соның бәрін білеміз" дейді. Онда білетін болсаңдар келіңдер, онда сайысамыз дейді. Сөйтеді дағыны сол жерде адам мен періштені кәдімгідей интеллектуалдық жекпе-жек шығарады. Келіңдер, кім күшті екенін білейік деп. Сол жерде жағы ғайыптан бір әлем шығып, мынаның бәрін сырын ашыңдар дейді ғой ана жерде. Сол кезде жағы періштелердің бәрі ауыздар ашылды, біз бұны бірінші рет көріп тұрмыз дейді ғой. Сонда Тәңір Тағала уанафахту фихи мин рухи дейді, адамның көкірегіне осы мына жаңағы хикмет кеудесінің ашылатын сәті жаңағы көрсеткізіп жаңағы рух деген затты өзіне үрледі дағыны. Ал енді адам давай көрсет мыналарға деп. Адамның қопаратын жібері сол. Енді осыны қазіргі адамдардың жіберіп ала беретін қателігі сол. Яғни менің дұрыс, сенің бойыңда ішіп жемге деген мұқтаждық бар, көбеюге деген мұқтаждық бар, сен жылы жерде өмір сүруің керексің, атақ, абырой, сыйластық, бәрі керек, білеміз оның бәрін, оны бізде оны ұстаймыз, тұтынамыз, бізде жылы жерде, бізде жеті бала көбейтіп, бізде сұлу әйел алып, бізде жақсы өмір сүріп жатырмыз. Бірақ сен осымен бітті екен демейсің. Енді осының бәрі не нәрсеге қызмет ету керек еді? Осы нығметтің бәрі маған не үшін берілді? Осы жайлы әйелді, тіл алғыш балдарды, мына жылы үйді қандай мақсатқа қолдануым керек еді деген сұрақ арғы жақтан нағыз аутентикалық мен деп аталатын рухани болмыстан шығып тұр. Осыны енді әңгіме бұдан да қызықты болу үшін мен шайырға өтініш қыламын. Маған Құран қиссасын менің үнемі санамда жаңғырып тұру үшін ол өлең түрінде болсын деп. Сосын ол маған жазып береді: "Жүйрік тіл, тағы бір ой сабақтадың, сөзіңді салауатпен жарақтағын. Ал-хисса жаратушым даяр қыпты, адамның топырақтан қалап тәнін. Содан соң періштенің бәрін жиып, достыммен танысты еді қарап бәрін. Ібліс періштенің арасында тұр еді көкірегін қамап жалын. Алдымен кірді адамның кеудесіне, аралап тәннің барша алаптарын. Ей, жұртым!" деді сосын шыға келіп. Мен біраз мына тәнді адақтадым. Кеудесі қуысы екен мына адамның, боқ толы мақтан сүйгіш салаққарын. Көздері ақиқатқа соқыр болар, алдымен мен сипадым қабақтарын. Құлағы хақ сөзіне керең болар, естіртек өсекшінің таратқанын. Аузы да арамастан босамайды, жесегер бісмілләсіз тамақтарын. Бос сөзге тілін безеп құмар болар, түбінде құртады екен мадақ барын. Жалғыз ақ жүрегіне жол таба алмай, ішінде біле алмадым не зат барын деп бір тоқтаймыз осы жерде. Көрдіңіз? Яғни ібліс, сайтан адамды ары тексерді, бері тексерді, физиологиялық, биологиялық, психологиялық бүкіл данныйларын шашып тастады кәдімгідей. Адамның әлсіз жерлерінің бәрі кәдімгідей алақанында тұр сонда сайтанның. Адамды қалай ойнатам десе де, адамды қалай күнәға батырам десе де, адамды қалай басын балшыққа былғаймын, тұншықтырамын десе де, сайтан өзі біледі. Бірақ оның қолына бір кілт түспей қалады. Адамның жүрегіне кіре алмайды. Себебі Тәңір Тағала адамды жаратқан кезде жүрегін құпия қылады дағыны, яғни жағы хикмет сақтайтын хикмет сандығының шифрын, кодын Алла Тағала өзі алып қалады. Болды, бітті. Оны ібліс былай көреді, ана жүректегі пароль сындырам деп, қазіргі тілмен айтқанда, айтайдың. Сол кейін жүрекке кіре алмайды. Содан кейін ғой жаңа шыққаннан кейін, жалғыз ақ жүрегіне жол таба алмай, ішінде біле алмадым не зат барын. Сөз алды осыдан соң періштелер, білген соң топырақтың барақ барын. Я Раббым, құдіретіңе бас иеміз, алайда деді адамды жаратпағын. Мынадай қуыс кеуде топырақты көбейтіп жер жүзіне таратпағын. Халифам қылам дейсің жаббар-егем, ғаламды қанды қолға қаратпағын. Зар жылап тұрған сансыз періштеге, сөйледі сырлап өзбен жаратқаным. Сендер ме көп білетін әлде мен бе? Бұларың қалай деді қарақтарым,
адамға сәждесін деп шақырып едім, тұрсын ғой тастайтындай талап бәрің деп тағы бір тоқтаймыз. Көрдіңіз? Сонда ана шығады айтады ғой, мына адамды жарататын болса, мынау сұмдық, мынау ертең мынау тиран сондай атаққа, ақшаға тоймайтын бәле, даже өзінің халқы пандемиядан қырылып жатса да бұл парацетамолды тауып бермейді ертең деп аналар айтып жатыр енді. Енді шынымен де рас қой, енді адамның сондай болғаны. Қолында соншама бақ дәулет болып тұрса да, соны не халқына, не өзіне бермей, бәрін бізге мынандай қиын жағдайда парацетамол бермей қойған рас қой. Сосын айтады да енді бұндай арсыз, ұятсыз, жайсыз адамды жаратып оны жер бетіне жіберудің не мәні бар деп сұрап жатыр ғой. Деді олар, я Рабби, деді олар, білуші едік, сан қабат жаратылыс жанаптарын, деген соң хакім Алла періштенің ғылыммен сынап көрді талаптарын. Ғайыптан бір әлемді алып шығып, сырнаш деді мұның қарап нәмін. Беймәлім бір ғаламды көрген кезде барлығы қалды ұмытып сабақтарын. Көрдіңіз? Ана ғайыптан бір әлемді алып шықты да, періштелер көп сөйлеп кетті ғой ән жерде. Анау, мынау, бұлар пәлем, пәштін, үйтпейді, бүйтпейді, сөйтпейді, бұлар тиран, әйел құмар деп бізді жамандап тастады ғой арғы. Бірінші антологиялық атамызды. Сосын Тәңір Алла біздің позицияны қорғау үшін, адамды қайттан ұлықтау үшін іске кірісті енді ән жерде. Ғайыптан бір әлемді алып шығып сырнаш деді мұның қарап нәмін. Беймәлім бір ғаламды көрген кезде барлығы қалды ұмытып сабақтарын. Жаббар хақ адам енді рух салып, жүректің көзін ашты бәрі ғалым. Міне өше гәптің бәрі. Адамдар жаңа сіз не ұмытты? Біздің ғасырда адамдарға не жетпейді? Нағым андай атса, мұндай атса деген ілім бізге пайда бермейді. Сұрағыңыздың жауап тұр ғой бұл Құранда. Жүректің көзін ашты. Жүрек көзі соқыр. Қазір бір адамға барып айта алмайсың. Проблема біздің қарайған жүрегімізден, қатайған көңілімізден шығып жатыр. Осыны жұмсартсақ, мына проблема орнына келеді деп айтсаң, мазақтап, өзіңді күліп, мысқылдап кетеді сол жайына. Содан құтылу үшін осыны қолданамыз. Ғайыптан бір әлемді алып шығып, жүректің сырнаш деді мұның қарамнан, беймәлім бір ғаламды көрген кезде барлығы қалды ұмытып сабақтарын. Жаббар хақ адам енді рух салып, жүректің көзін ашты барақалым. Кәне адам деді көрсет өнеріңді. Көрдің ғой періштенің қарап халін. Рухы жаратқаннан келгеннен соң бойына топырақтың дараптарын, жүрек көзі ашылып көкірегі хикметтің аша берді парақтарын. Сансыз көп кереметтің тілін білген адамды қалайша мен жаратпадым деп ойлап ұялысты періштелер. Бұдан соң бәр адамды санап қалым. Сафидің нұрға толы кеудесінен ғылымның саулап аққан жалап балын. Бұдан соң разылықпен сәжде қылды, құшақтап халифаның балақтарын деп осы жерде бір бітірет тағыны, яғни біздің ғасырдағы адамдардың бәрі сен мойындайсың ба, мойындамайсың ба, сен иман келтіресің ба, келтірмейсің ба, уже ешкімге бұл қызық емес. Факт, что 21 ғасырда бәріміз отырмыз, бәріміздің құрған жері осы жер. Әу баста Тәңір Тағала жаңағы кодын, шифрын ешкімге бермей өзінің қолында ұстап қалған, жүректің ішкі әлеміндегі құбылысқа ешқандай білім кіре алмайды ол жерге. Бол бітті, ол жабық ол жер. Ол жердің өзінің шарты бар. Шарты жаңағыдай. Ол сәл дінмен келеді, және оған ар ұятпен ғана кіресің. Жаңағы тақырбасты маған үйретіп жүрген, ху деп жүрген сол, ана кодты сындырмақшы, ана ішіне кіруді үйретіп жүрген маған ана. Былай кіресің деп. Көрдіңіз? Шындаға гәп. Кеттік ары қарай. Кішкене қалай мынау? Неңіз атмосфераңыз көтерілді ма өзіңіздің? Иә, жақсы. Керемет. Арқаңыз жыбырлап, кішкене құлағыңыздың құрышы қанып, мынандай бір не болды ма? Дух алдыңыз ба? Күшті. Енді аға, дастарханның басындағы әңгімеге оралайықшы, күнделікті. Қазір карантин, отбасымызбен көбіміз үйдеміз, үй жағдайында жұмыс жасап жатырмыз. Мұндай мүмкіндік бізде болмаған. Карантиннің бір отбасы үшін пайда жағы деп айтуға болатын шығар енді. Дастарханның басында көбірек бұрын бір-ақ рет жиналатын болсақ, 3 мезгіл жиналатындай мүмкіндігіміз бар. Мынау отбасында, дастарханның басында жақсы әңгіме айту, дұрыс әңгіме айту деген не? Қазір біз өзі статистиканы айтып, өзі үрейленіп отырған бала-шағаны одан сайын қорқытып,
осындай бір анда өліп қапты, мында өйтіп қапты, сөйтіп қапты деген тек қорқынышты әңгімелерді ғана айтатын болып алдық. Осыны бір әдемі әңгімеге қалай ауыстырамыз? Қалай үш мезгіл басымыз қосылып тұрған кезде бала шағаның тәрбиесіне дұрыстап пайдаланып аламыз осы уақыттарымызды? Енді бұл жерде мынандай қылайық. Мына логотерапияның ішінде қысқа ғана жазылған Виктор Франклдың түрмеге түсіп, концлагерге түсіп шыққан бір 6 бетте жазылған. Қазір толық нұсқасы аударылды. Өмірден мән іздеген жан дегенді Сәкен Нұрқабек деген жігіт аударды. Мен ауыз сөзін жаздым. Қазір сатылымда. Алматыда Шыңғыс Мұхан деген жігіт сатып жатыр. Соның ішінде жазылады. Жалпы сонда да айтылады. Ана концлагерге түскен кезде, мына қазіргі біздің пандемия оның қасында ойыншық қой енді. Былайша айтқанда, сені қой сияқты қамап, әйеліңді бір жаққа, әке-шешеңді бір жаққа көз алдыңда газға тұншықтырып өлтіріп, сосын пешке салып өртеп жатса, сен оны көріп тұрсаң, сосын тікенсінің ішінде кішкентай ғана нан беріп қойып, одан кейін сені арықтап өлетін жағдайға келтіру. Сол кезде адамдар кәдімгідей үрейге бой алдырған кезде, адамның бойында үрей пайда болған кезінде, үміті үзілгенде, үміті жіңішкерген кезде бойындағы бүкіл инфекция асынып кетеді деп жазады соның ішінде Франкл. Кімнің үміті жіңішкерді, кімнің ертеңгі күннен үміті жоқ, болды уже солар өледі дейді. Енді кімнің өлетінін де сен біліп тұрасың дейді. Бір жерде мен бір қосымша дерегінен оқыдым, сонда мына еңбексіз табыс табатын қуыс кеуде адамдар үміті тез үзіліп, тез өліп қалады, дүние қоңыздар. Ломбардта отыратындар, мынандай нотариуста отыратындар, жаңағыдай сондайлар тез өледі деп айтады. Андай жаңағыдай бездушный чиновниктер деген сияқты. Соның ішінде анау тірі қалу үшін культурный спячка дейді. Мына осындай сыртқы әлем страшный болып кеткен кезінде адамдарды көз алдында өлтіріп, қаны ағып, тамып, көз алдында дарға асылып жатады, сымға лақтырып жатады, пешке жағып жатады. Соған алдырмас үшін бәрі ана көкіректерінде ішкі әлемге, жаңағы біз айтып отырған Тәңір Тағаланың паролін, шифрын ешкімге бермей қоятын әлем бар емес пе? Сол әлеміне қарай түсіп кетеді. Бірақ енді ол жер қуыс болмау керек. Оның ішінде бір материал болу керек. Енді қазірде, шынымен де қазір пандемия, мысалға, сіз мен түріме қарап ойлауыңыз мүмкін, Санжар пандемия бұған әсер етпеген, мына ауру оған қатысы жоқ деп қателесесіз. Мен мына эфирге шығардың алдында өзімді әбден жаттықтырып, әбден дайындап, өте бір нық отырып көрініп тұрмын қазір. Ал дәл қазір менің ет жақын туылған туысқандарым кәдімгідей, екі туып бір не қалған туған ағаларым, бауырларым өте қиын жағдайда қазір. Кез келген сәтте бір нәрсе бола кетуі мүмкін. Дәл қазір мен қазір мысалға қорқып отырмын осы отырғансы. Бірақ сен оны білдірмейсің. Себебі сырттағы оқиғадан кейін сен ішкі оқиғаға өтесің енді. Енді бұлдай оқиға мына бізді көріп отырған адамдардың бәріне тән. Біреудің ағасы ауырып жатыр, біреудің жеңгесі ауырып жатыр, біреудің баласы ауырып жатыр, қыз ауырып жатыр, өліп қалатын сияқты, қорқып қалай болады, кім қашан іліп кетеді деген сияқты. Енді барынша сақтанасың, ол түсінікті әңгіме. Спиртпен жуасың, астын тағасың, жат десе жатасың, жаназаға барма десе бармайсың, тойға барма десе бармайсың, сыртқа контакт жасамайсың. Үйіңе қамалғаннан кейін енді жаңағы Тәңір Тағаланың сайтанды кіргізбей қоятын хикмет әлемі бар емес пе? Сол жерде енді байытасың, енді духовный иммунитет күшейеді енді. Енді оның біреуі діни ритуал, оны айтпаймын, оны айтсам мен нерде сізді өтірік сылтау қылып, бір дін уағызда отырған діни уағызшыға ұқсап қаламын, ол құпия. Екіншісі, Құдайдың құтты күні, кәдімгідей, мен карантиннің кезінде Сияр Шәріп деген кітапты дауыстап оқимын, балдар міндетті түрде тыңдап отырды. Карантин бітіп еді, мен енді азанда алдындағыны күніге ең азы 4 қатар бір шумақтан, кейде 2 шумақтан Ләйлінің жырларын жаттатып отырдым. Яғни бала шағаны мен сақтандырамын, маска тағады, қолдарын спиртпен жуады, өте сақ отырмыз. Одан бөлек азанда мен тағы да айтамын. Я дұрыс физиологияларыңды, биологияларыңды, психологияларыңды сақтап тұрыңдар, бірақ енді но логика, яғни рухани иммунитеттеріне қосымша тағы да күш берем деп айтамын. Сөйтемін дағыны, мына жердегі мынау мына Сияр Шәріппенен, сосын мына жағы Әлдиден Әпісқа дейін, сосын мынау салт дәстүр сөйлейді. Міндетті түрде кешке дастарханның басында отырып, барлық саяси әңгімені, барлық экономикалық әңгімелерді, экономикалық үрей бәрін уақытша тоқтатасың.
яғни ойбай экономика құлайды, ақша берілмейді, пособие болмайды, кедейшілік 9%-ке өседі дегеннің бәрі адамды психологиялық тұрғыдан үрейге түсіреді дағыны, инфекцияны күшейтіп жүреді бұл бәле. Сондықтан ана бойдағы инфекцияны күшейтпес үшін, ана адамның рухани иммунитетін күшейту үшін, адам атадан бері қарап осындай рухани әңгімелерді оқиды. Сол кезде барып адам жаңағы сіздің бірінші бағана сұрап жатқаныңыз самотрансценденция деген не, өзін жарып шығу деген. Осы міне, яғни сіз қиссаларды оқып, сияр шәріпті оқыған кезде ішкі дүниеңіз басқа әлемге өтіп кету керек. Сіз басқа өлшемде уақытша өмір сүруіңіз керек. Енді бұны методты қолдана ма, қолданбай ма, и вообще оны қолдана алатын ерік жігері қалды ма адамдардың, мен оны білмеймін. Күш қуаты барлар істейді, қалғандар істейді. Мен енді өткенде бір Астанада қыста барған кезде бір келіншекті көрдім, мен анандай жігерлі адамды өте сирек көремін. Маған өмірінде бір рет жолықты, Экософияның несінде, презентациясында Астанада, екі ұлы бар екен. Сол келді айтты, осында уже балдарым өсіп баратыр, біреуі 8-де, не істеймін деп. Сосын айттым, негізі бұлай духовитый болып жүру үшін, жауынгерлік рухта өсу үшін Қобыландыдан күніге 4 қатар, бұлай рухани жағынан гуманист болу үшін Ләйлінің жырларынан 4 қатар жаттатып отырыңыз, үзбеңіз. Бірақ енді ойлаған жоқпын, ол әйел соны ұстайды деп. Не деген рухы мықты, мына Шымкенттің қызы екен, Құдай-ау, мына Сайрам жақтың ба. Мен анандай рухы мықты қайратты әйел көрген жоқпын. Содан бері қанша күн өтті, бір күн жіберген жоқ анау. Стабильный тұрып алған, күніге 4 қатар жаттатады. Бір күні 2 ай өткеннен кейін баласының видеосын салды ма. Ойбай, 2 баласы Қобыланды болып кеткен, ана жауды жайпайын деп отыр. Одан Ләйлінің жырларын жіберді. Сонда көрдіңіз, қайратты әйел, ақылды әйел, ол баласын туғаннан кейін, бұл енді өзі Құдайдың құдіретімен өсе береді, мен английский оқытам, болды, сен адам болып кетеді демейді. Оның дұрыс білімін реттейді, оған жақсы сабақ береді, жақсы тәрбие береді. Одан бөлек, оның жаңағы баяғы ібліс сайтанның кіре алмай, тұмсығын тыға алмай кері қайтатын аймағы бар емес пе, хикмет әлемі. Сол жерін ана әйел толтырып. Ол әйел әлі тоқтаған жоқ. Әлі ұқып келе жатыр солай. Күніге 1 сағат арнайды кәдімгідей. Күніге 4 қатар жаттатады. Мен бүгін жақсы, сөзіңізді бөлейінші осы жерде. Енді қазір бізді тыңдап отқан оқырмандардың көбісінде Сияр шәріп, Әлдиден Эпсқа дейін осы кітаптар, яғни сар кітаптар болмауы мүмкін. Карантин жағдайында кітапқа қол жеткізе алмауы да мүмкін. Сондықтан олар не істесін? Қобыландыны жаттатқыза берсін ба? Интернеттен алып? Енді ол да болады, енді мынандай, тілін байыту үшін, жауынгерлік рухта тұру үшін, дүние таным үшін ол да. Бірақ жалпына рухани шөлін қандыру үшін қабатында Ләйлінің жырлары, жаңа мен оқыған жырлар бар. Олар енді опаңай алады ғой, WhatsApp-пен тарап жүр, олардың бәрі ешқандай жоқ. Одан бөлек Telegram деген каналда Сияр шәріп деген бар, салт дәстүр сөйлейді деген бар, қиссасул әмбия деген бар, мың сұрақ деген бар, бәрі тұр. Тегін. Себебі біз бұл кітаптар шығарған кезде ақша тауып баюды көздемеген коммерциялық жоба емес бұл. Бұл адамдарды максимально, қазақ тілді қазақтарды максимально рухани аурудан сақтау, көкіректерін хикметке толтыру, әбден мына қай бағытқа жүрерін білмей, рухани бағытына шатасып, енді қай ілімнің етегінен ұстарын білмей жынды болып тұрған қазақтарды өзінің рухани бағытына жөн сілтеп жіберу үшін шығарылған жоба. Сондықтан да бұл кітаптар өте арзан сатылады, және Telegram каналында оның материалдарының бәрі тегін таратылады. Миғражнаманың өзі, білесіз бе, қандай иммунитет екенін? Сіз Миғражнаманы тыңдаңызшы записін, ана Бейсен Құранбектің жасап кететіні. Болды, соның өзі деген. Аға, сол Миғражнамада Миғраждан келген 9 зат деген бар, пайғамбар Алла Тағаладан алып келген деген. Сол 9 заттың бірі, қателеспесем, дастархан. Дастарханның басында дұрыс әңгіме айтуды насихат қылады, қалған 8 зат, не зат олар аға? Мен есіне шығып қалды, білетінім біреуінде Құран береді, біреуінде еркекке жаңағыдай арқасына шапан жауып, жаңағы пайғамбардың үстіне шапан жап дейді ғой, Тәңір Тағала. Сосын жаңағы қазақтарда құрметті қонаққа шапан жабу сол Миғраждан қалды деп айтады. Сосын еркектің мысы деп басына сәлде орайды, рухани жаңағы жетекші екенінің бір белгісі болсын деп. Сәлде содан бастап сондай бір харизмаға ие болды дейді.
сосын енді еркектің басында сәлде болса әйелдердің де жалаңаш жүрмесін деп оған орамал берді дейді. Жаңағыдай орамал тон болмайды, жол болады деген әңгіме сол миғраждан қалды дейді. Соны біреу дастархан деп келеді. Қалғандарын ұмытып қалдым, қарау керек кітапты. 9 ақ қазір санай алмаймын. Жақсы. Жақсы. Аға, сіз жаңа ғана өзіңіздің сөзіңізде айттыңыз, коммерциялық жоба емес деп, иә? Коммерциялық жоба болмаса, иә, жоба емес. Бірақ сіздер қалай күн көріп жатырсыздар? Сіздерді кім қаржыларыңызды, кітапқа ақшаны демеушілерден қарастырасыздар ма? Қалай жасайсыздар? Кітап өзін-өзі бір кітап шығарып, бір кітап сатылып, екінші кітаптың ақшасын ол тауып беріп жатыр ма? Қалай күн көріп жатсыздар адай қиын кезде? Енді оны мен өзімнің барлық кітаптардан, гонорардан фонд құрылғаннан кейін саналы түрде бас тарттым. Себебі менің ағайын туысқандарым менің осы жақтағы оқуымды мойындарына алған, стипендия мені оқытады, былайша айтқанда. Себебі оқып бір үйден бір адам, бір хикмет игеріп, бір логостың сәулесін ұстап алып, осындай нәрселер жинап теріп жүрмесе, кез келген әулет ішінен іріп, ағайындар бір-бірімен бәсекелес болып, абысындар бір-бірімен іштарлыққа түсіп, бас-басына би болып бөлшектеніп кетеді. Сондай бөлшектену, ыдырау деген аурудан сақтанып тұру үшін бір әулеттен бір адам осылай ілімнің жолына түседі де кетеді. Ал енді мен гонорар алмаймын, әйтпесе екеуі менің авторлық кітабым, бір тиын да алмаймын. Одан түскен ақшаға ана жердегі отырған балалар, фондтағылар айлық алады, сосын арендасын жабады, сосын художникке, дизайнерге айлық төлейді. Олар ана сатқан ақшасына, кітап сатады да, үстіне түскен ақшасына келесі кітапты шығарып алып отырады. Ал енді жалпы кітапты құлатпай ұстап тұрған негізгі адам, ол Оралдағы адвокат Абзал Құспан. Ол әу басында ол өзінің өмірінің мәнін анықтады солай. Яғни Абзал Құспанға барып, сен не үшін өмір сүресің? Сен не үшін жұмыс істейсің? Сен не үшін күреп ақша табасың десең, ол анық жауап береді. Мен қоғамды ағарту үшін, осы адамдардың көкірегін хикмет нұрына толтыратын кітаптарды шығарып тарату үшін ғана өмір сүремін. Менің бұл өмірде басқа миссиям жоқ деп ол бекініп алған сол позицияға. Сондықтан да деп ойлаймын, Абзал Құспанның жүрегі тыныш, үнемі абыройлы, үнемі жеңіске жетеді, әйелі де жүрегі тыныш, қыздары да әкесінің ізімен кетті дағыны. Екі қызы, екеуі де сен тұр, мен атайын, екеуі де қазір осы логотерапиямен айналысамыз деп отыр. Көрдіңіз? Одан бөлек енді ана кітаптар шыққан кезінде бір аз-маз кәсіппен айналысып жүрген жігіттер сол бір кітапты мен шығарайын деп бір $2000 ма, $3000 ма шығарып кітапты береді, кетеді. Болды, басқа. Әйтпесе, егер бұл коммерциялық жобаға айналатын болса, онда ана кітап шығарып отырған балаларыңыз ақшаның астында қалады, мен сізге айтайын. Байып кетеді. Кітап өте арзан, кітап өте арзан бағасы. Иә, ол ана басқа да кітаптарды коммерциялық мақсатта шығарып отырған адамдардың кітаптарына қойған бағасын көрген кезде менің жүрегім тоқтап қала жаздайды. Неге? Себебі біз кітап шығара беріп, кітаптың бағасының қаншаға шығатынын, қаншаға сатылғанда қанша пайдаға түсетінін біз бәрін біліп алдық. Енді мен түсінбеймін ана жігіттерді, басқа кітап шығаратындар, не деген ұятсыз адам деген сондай. Бірге 7 қойып тастағандар бар, бірге 7. Өлдіңдер ме? Сонша ма? Кез келген кітап болды, бірде 2 пайда алып келсе, адам деген соны қанағат қылып отыру керек. Енді былай, жалпы рухани мәселеде айтып жатырмын. Енді ана жаңағы баю үшін шығарылған кітабында шаруам жоқ, маған сен бірге 10 қой. Шындақа, біздің балдар олай, ондай арсыздыққа бара алмайды. Сіздер беріп жатқан тираж аға қажеттілікті өтеп жатыр ма? Бұрын қажеттілікті өтеп келе жатқан, соңғы бір айда мына Инстаграмдағы сабақтар күшеюіне байланысты қазір кітап жетпей кетті, шыны керек, жеткізіп үлгере алмай жатыр. Бірақ енді бір шетінен енді пандемиядан кейін экономика нашарлап, халықтың қолындағы ақша азаятын болса, кітапты ала алмай қалады, олар онда соңғы ақшасына нан сатып алады. Сондай. Ал егер экономиканы қайттан реттеп, бұрынғыдай ортаңқол қалыпта сөйтіп кететін болса, онда кітапты сату, дер кезінде жеткізу деген үлкен проблема. Өйткені адамдар күннен күнге оянып түсініп келе жатыр. Аутентикалық құндылықпенен жалған құндылықты айырып үйреніп жатыр Инстаграмның арқасында. Оның үстіне бұл кітаптарды тұтынып, бала шағасына қисса үйреткен адамдар
нақты нәтижеге, нақты жеміске қол жеткізгеннен кейін ана алдыңғы фуфло, далбаса, жаңағы подделканың бәрін мусорға лақтырып тастады қазір. Жақсы. Франклдың заманында айтты, бір кісі қателеспесем кітаптан оқыдым ғой деймін. 20 ғасырда 70 жыл жаңағы рейтингте түспеген кітап деп айтылды. Бірақ 21 ғасырда ондай қажеттілік тумау мүмкін деп еді, бірақ олай болған жоқ, иә? 2006 жылы жүргізген зерттеулерге қарағанда ең көп оқылатын алғашқы 5-тік 10-дық кітаптардың қатарына енді. Қалай ойлайсыз, бұл кітап 20 ғасырға қарағанда да 21 ғасырда көбірек қажеттілік тудырады ау деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын, себебі Франклдың өзінен де сұраған. Сол кезде ал айтқан, 20 ғасыр это еще цветочек деген ғой. Әлі мына технология күшіне мінген жоқ. Бірақ бұл прогресс жасайды, ертең әкеңді көзіңе көрсетеді деген. 21 ғасырда логотерапияны басыңа жастап жатасың деген. Мына қазіргі жүргендерде айтады, жаңағы в 21 веке Виктор Франкл станет намного известнее, чем Зигмунд Фрейд деп айтады. 21 век век логотерапии деп айтады. Мен орыстардың сөйтіп айтып отырғанын өзім естідім, осылай мақтанып отырғандарын. Логотерапиямен айналысатындарды. Енді мен өзім де солай деп ойлаймын. Өйткені мына рухани құндылықтарды таза философиясыз, ғылымсыз игеру қиын. Мысалға мен қазір отырып алып, ол Қожа Ахмет Яссауиден қалған зікірлер бар, хикметтер бар деп айтсам, адамдар оны игере алмайды. Шашып, төгіп, аяқ асты қылып, әйелдер ана зікірді үйренеміз деп, әулие болып кетіп, бір бәле болып, бір кереметтер көрсетіп, қаныңды ішеді одан кейін. Былайша айтқанда, трезвый, жесткий философия, кәдімгі бездушный теориялар ұстап тұрмайтын болса, ана рухани ілімді пашақ-пашағын шығарып жібереді. Әсіресе мына әйел қауымына қаттырақ айтуға болады. Әйел қауымы деген эмоцияға сондай жақын халық, бір нәрсе үйретсең, ертеңіне өзін әулие сезініп кете береді. Сондықтан да мен эфирде отырған кезде діни әңгімені максимально айтпайтын себебім сол. Діни әңгімені, рухани әңгімені біреудің қасында жүріп үйренеді. Түсіндіңіз? Сондықтан біз тек құндылықтарды ғана ұсынамыз. Мына жырды жатта, мына қиссаны үйреніп ал деген сияқты. Ал анандай діни ритуалдарды үйретуге болмайды. Ол опасный нәрсе. Сосын кәдімгідей мынандай бір эмоциясын тежей алатын өте бір сондай салқынғанды нақты оқулар оқығандар болмаса, былай кетіп қалады адамдар. Түсіндіңіз? Түсіндім. Жақсы аға. Онда қазір сіз өзіңіз айтып өткендей, экономикалық жағдайымыз біздің төмендейтін болса, енді бәріне дайын болуымыз керек қой. Онда сіздердің әлеуметтік желілердегі парақшаларыңыздың жұмысын бұдан 2 есе күшейту керек сияқты. Қалай ойлайсыз? Маған солай деп онсыз да айтып жатыр адамдар, жиі шық, тез шық, қорықпай шық, жауапкершілік ал мойныңа деп мені қайрап жатқан адам көп. Себебі енді мына келе жатқан алдағы оқиғалар, мына болып жатқан оқиғалар, оның үстіне Қазақстандағы әбден тұйыққа тіреліп, шиеленісіп, халықпен уже қазақ тілді қазақтар бір жақта, орыс тілді билік бір жақта, екеуінің арасындағы төбелес қайға апарып тірейді. Бұл белгісіз, осының бәрі жаңағыдай белгісіздік адамдарға үрейді күшейтіп жүреді. Сондықтан осы саяси экономикалық үрейді жеп, бойымызды үрейге алдырмас үшін рухани подпитканы күшейтіп отыру керек деп айтып жатыр бәрі. Сондықтан, білмеймін енді, қолдан келгенше тырысамыз деп ойлаймын. Мен мысалға мұндай міндетті мойныма алам деп ойлаған жоқ. Мен мысалы өзім оқуыммен кітаптарымды шығарып жүрген адам едім. Карантиннің кезінде ойбай, елдің бәрі үйінде жатып жындануға айналды, сен шығып қисса айта қал елге дегеннен кейін амалдың жоғынан ана фондтағы жаңағы Нұргүл деген қызбен Айбектің сол қамшылауымен, ұруымен, соғуымен мақұл амал жоқ шыққам. Енді шығып алдымдағын енді кете алмай отырмын. 2 күннің бірінде келеді тұрады. Давай әңгіме айтайық деп. Не істейсің енді? Осы баяғыда маған 20 жыл бұрын осы ілімді үйреткен кісі менің рухани ұстазым. Сен 20 жылдан кейін мынау керек болады, мына халқыңа деген кезде мен күлгем. Атай, тасырмай сіз де айтасыз ау. 20 жылдан кейін мен осы халыққа бірден айтады деп. Мен әшейін өзім үшін үйреніп жүрмін. Өзіме керек болғасын келдім деп. Сол кісінің айтқанын келдім мысалға. Мен қаламасам да бәрібір ситуация мені мәжбүрлеп жатыр.
мен қалай енді отказ беремін? Себебі сен бір нәрсе үйреніп, ананың аутентикалық құндылықпен жалған құндылықты айырып тұрғаннан кейін айтуға тиіссің. Оның үстіне Платонның айтқаны бар. Мынау білмесе де өзі білмейтін тақырыпқа сөйлей беретін адам дейді, ол надан дейді, ол надандықтың белгісі дейді. Өзі білмейтін нәрсеге аузын жаппай сөйлей беру, ол надандық дейді. Енді өзі білетін нәрсені айтпай жүре беру де дәл сондай деңгейдегі надандық деп айтады. Енді 20 жыл осының соңында жүрдік, біраз нәрсе үйрендік, біраз нәрсе көрдік. Жаңағы жалған идеяларды, жалған дінді, соқыр дінді, руханият деп өтірік манипуляция жасайтындарды бәрін көріп білдік. Қарап тұрасың, жаның ашиды, бекер істеді ау мынау деп. Енді амал жоқ, енді осылай сіздер шақырғаннан кейін айтуға тура келеді. Жалпы Франклдан да осыған қатысты бір сұрағандары бар. 21 ғасырда енді универсалды религия пайда бола ма, дін деп? Сонда айтқан жоқ, индивидуалды пайда болады дейді. Өйткені мынау дінді пайдаланып, манипуляция жасап, жамағаттың бәрін миын шайып, өзіне бағындырып алып, сол арқылы ақша табатын адамдарды сындыру үшін адамдар енді бір жамағатқа барып емес, өзінің ішкі дүниесіне, өзінің ішкі қайратына, жаңа ғой, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуреде де ішінен қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегін екі жақтап деп, сол ақылы мен еңбегіне сенетін жерге енді келді қазақтар. Ешқандай діни уағызшыға, ешқандай бір манипуляция жасайтын біреуге сеніп, ішкі дүниеңді алдыруға болмайды. Өзің индивидуальны кетесің енді. Өзіңнің ішкі қайратыңа, өзіңнің ішкі интуицияңа, өзіңнің ар ұятыңның сыбырына, әуезіне құлақ түріп қана шығасың. Біреуге еркіңді бердің бе, болды, бітті. Есек қып мініп алады сені. Адам ретінде жоқ болып кетесің. Сондықтан мына эфирді пайдаланып, сіздің оқырмандарыңыздың бәріне айтамын осыны. Ешқашан ондай талпа жиналған жерге, діни жамағатқа барып кіріп алып, соңында салпаңдап жүре беру деген болмайды. Қоғамға да пайдасы жоқ, өзіңде жоқ болып кетесің. Бүкіл сұрақтың жауабын өзіңнің ішіңнен таба алатын күш қуат бар. Баяғы адам атаның ішіне үрлеп кіргізіп жіберген сияқты, барлық адамның ішіне кіргізген. Енді оларды салыстырып үйрену үшін енді осындай мынандай кітаптарды шығарып тастадық. Яғни және бұлар біздің бір авторлық кітап емес қой, енді бізге дейінгі жазылғандар ғой. Так, кеттік. Не дейсіз? Жақсы, аға. Енді қазір өте, былай айтқанда, тізе шығып кеткен сұрақ болса да, мен осы сұрақты қойғым келіп отыр. Өмірдің мәні не деген сұрақпенен күнделікті бір-біріне қойып, сол сұрақпен бетпе-бет келіп, оны әркім әртүрлі түсініп жүрген жағдай бар. Жалпы көбіне түсінетін қазір қолыңда билік болса, айналаңда ықпалды адамдар болса, қалтаң ақшаға толы болса, өмірдің мәні осы деп жүр. Сосын әр мерекеде, әр жаңағы жиында алғыс хат, марапат алып тұрсаң, арқаңнан қағып тұрса, елдің бәрі құтты болсын айтса, ха-ха-ха, осы міне көтер алмай, осы хо-хо-хо деп бәрі осылай жүр. Керек десеңіз, былай қалай айтсам екен енді. Мысалы, осы логотерапияны оқып жүрген, жыр жаттап жүрген, қиссалардың жартысын атасы мен әжесінің аузынан естіп өскен менің өзім арасында маған неге марапат бермеді кәсіби мерекемде деп бұлдандым. Мысалыға, көрдіңіз ба? Күлем-ау, күлем. Өзімнің ішім, бұл менің жаңағы ноологикалық қабатым емес, ол маған ұрсып тұр. Сен ана журналды руханият үшін шығарып атсың, өзің үшін шығарып атсың сен міндет қыма жұртқа оны деп ұрсып тұр. Бірақ менің мына жердегі нәпсі мен рухтың төбелесін көрмейсіз ба енді? Нәпсім айтады ғой, сен 4 жыл жаңағы жаның шығып терлеп, бүкіл ақшаңды бөліп сен істедің, таратып отырсың. Сені бір арқыңнан қағып қойса болады ғой деп нәпсі маған сыбырлайды. Менің өзім кейде сол күресе алмай қалып жатырмын. Бұған не дейсіз? Бұған Виктор Франклдың өзі жауап береді сұраққа. Біріншіден, өмірдің мәні деген нәрсе, сіз діншілдер сияқты ұрынып қалмаңыз. Дінге соқыр кейіпте сенетін
идеологияға айналып кеткен, руханияттан жұрдай болып қалған дінді насихаттайтын, я сондай дінге сенетін адамдар да болады бұл көбіне. Яғни өмірдің мәні құлшылық қылу дейді дағыны, бір 5 уақыт маңдайын сәждеге тигізуді үйреніп алады дағыны. Ол өмірдің мәні осы. Осыны үзбей өлгенше істеп тұрсаң, сен өмірден орныңды тауып кетесің дейді дағыны. Айналасындағы болып жатқан неше түрлі экзистенциялық моменттердің бәрін, мәнді, мағыналы моменттерді, сәттердің бәрін босына жіберіп алады. Бұған бір мысал айта кетейін. Осыдан 3 жыл бұрын мен қасымдағы жолдас балам, көршім, ол кезде мен ауыл едім. Сол 2 айлыққа баласын уколын жаңа прививкасын салдыруға Ұзынағашқа больницаға барып, далада сол кезде құдай-ау 23 градус аяз болып тұрған енді. Далада бір 5 минут тұрсаң көзің қатып қалады. Сонымен ана әйелін больницаның ішінде ұстап тұрып жүгіріп барып таксистке айтқан ғой енді, бауырым, мына Қайназарға апарып тасташы, ақшаңды төлейін деп. Сонда ана таксист айтқан ғой, бауырым ренжіме, мен намаз оқитын едім, екінді намаз оқып қалды, екінді намазын қаза қылмай оқушы едім, мен сол үшін өмір сүріп жүрмін, өзің бір бәлеге жетіп аларсың дегенде кетіп қалған ғана. Бұны көрдіңіз ба, мұны өмірдің мәнін жоғалту деген осы. Яғни ана ойлап тұр, мен ана екінді намазын қаза жібермей уақытында оқу үшін жаратылдым деп. Ал негізі ол ана 1 айлық суықта қалып тұрған бөпемен әйелді үйіне апарып тастау үшін туылған негізінде. Соны апарып тастағаннан кейін барып, распа өтірік па мен мына мәнді меңгергенім деп, одан кейін барып құлшылық қылу керек ол негізінде, шүкір олып. Көрдіңіз, ана орны ауысып кетіп, ана адам надан болып қалды, топас болып қалды мысалға. Енді бұл қайдан шықты деген кезде, өмірдің мәні деген нәрсені, оны Франкл айтады. Ей, не үшін адамның өмірі күнге, жылға, айға, аптаға, сағатқа бөлінген дейді. Яғни бітеп, мына ситуациялар барабан сияқты айналып келіп жатыр. Яғни әр күн, әр апта, әр ай сені жаңа ситуацияларға жолықтырып отырады. Мысалға, сенің өзіңнің өміріңде тек ситуациялардан тұрып келе жатыр ғой. Студент кезіңде қалай болдың? Ол кезде қандай қиыншылықтар болды? Ой, неше түрлі ар ұят ішінде жүрдің, неше түрлі арсыз еркектер қырындады, қалай қаштың олардан, қалай құтылдың мысалға. Сосын үйлендің, одан қандай айда ырың жүрдің, о біраз бір семьяның неше түрлі қызығын көрдің мысалға. Одан қызың болды, оның бір тәтті жағын көрдің, ол бір ситуация. Қызды өсірдің, үйттің, бір күні қарап едің, соқ қызың бой жетіп, сыланып, ол да сен сияқты баяғы түнде жасырынып біреулермен хат жазысып еді, жаның қалмады мысалға. Ол ситуациямен бетпе-бет келдің, оны жеңдің, журнал шықты. Қара, ситуация. Бірақ ситуация қалай ауысса да, сен барлық кезде сол ситуациядан шығу үшін ар ұяттың әмірін орындауға міндеттісің дейді. Сол. Логотерапияның айтқаны осы, е? Иә, тоқтай тұр, қызық болады енді. Қазір саған келеміз, сен асықпа. Енді сол келіп отқан ситуациялардың бәрінде шығып кету үшін қалай енді мынау? Былай қарасаң, ситуация әртүрлі. Бірақ мәні біреу-ақ. Яғни ар ұяттың талабына сәйкес келу керек ол. Қызыңмен сөйлескен кезде де мораль оқып кетпеуің керексің. Жаңағы әпшеңмен сөйлескенде де мораль оқып кетпеуің керексің. Ар ұяттың әмірі қалай, соны дәл орындауың керек. Енді жаңағы маған грамота бермеді, анау деген әңгіме қайдан шықты? Оны Франкл айтқан, адам бұл өмірде ар ұяттың, Тәңір тағаланың әуезі болып келген ар ұят, Тәңір тағаланың адамға жолдаған мессежін дұрыс түсіну үшін ар ұяттың құлағы ашық болу керек, соны ар ұят дұрыс есту керек деп айтып жатыр ана жерде. Енді оған қатысты редукционистер, фрейдистер, нигилистер айтты, жоқ, адамда ар ұят жоқ деді, айуан бәрі бірдей. Сөйтті дағыны Франклға бір итті көрсетті. Мына қара, мына итті кілемге кіші дәретін жаңағыдай кішетіп қойып еді, енді қыңсылап ұялып диванның астында тығылып жатыр деді. Сосын Франкл айтты, жоқ, бұл да ар ұят емес. Бұл әр кілемді былғаған кезінде басына таяқ тие бергеннен кейін таяқтан қорқып қашып тығылып жатқан типичный инстинкт. Себебі адамның ар ұяты жазадан қорықпайды және награда, сыйлық, марапат дәметпейді. Сол осы нәрсе ғана адамға тән деді. Ал бір грамота үшін істеу, ақша үшін істеу, ел мені мақтайтын шығар деп дәметіп бірдеңені істеу, ол айуанға тән құбылыс. Оны Павловтың иті дейді, собака Павлова. Не үшін Павловтың иті дейді? Себебі ана Павлов
өзінің итіне эксперимент жасаған кезінде, шартты шартсыз рефлекс айыратын кезінде светті жағып артынан тамақ бермей ма? Сонда тамақты көрсе ғана сілекей ішіп ұратын итсің сен дегені ғой жаңағы. Көрдіңіз ба сіздің көңіліңізге тиетін ауыр әңгімелер? Бірақ сізге қатысты айтып отқан жоқпын, жалпы теория ретінде айтып жатырмын. Сосын оны цирктегі айуанмен салыстырады. Мысалға, анау жолбарыстар, аю циркте, ой, оттың ішіне шеңберден секіріп, мотоцикл айдап, елдің бәрі қызыққа қарық болып, аха, қол шапалақтап отырады. Соны солар, сол жолбарыс содан сол кайф алып жатыр деп ойлайсың ба? Сол аюға сол мотоциклмен сол дырррр деп айналып жүрген сол рахат деп ойлайсың ба? Олар ана мотоциклді айдамаса, ана сен жолбарысың ана оттың ішіне секірмесе, оны анау кулисаның артына апарады да аштықпен қатырып сабайды оны ана циркач. Әкесін көзіне танытады. Қара ана айуандардың правасын қорғайтындардың жасырын түсіріп алған неше видеолар ютубта толып тұр, көрші. Пілді, маймылды, жолбарысты, аюды, бишараларды шыбықпен сабаған кезде аштан қатырып. Ең соңында мына трюкті істесең ғана қант берем, болмаса ұрам дейді. Амалдың жоғынан қорыққаннан істейді ана сорлар. Соны істей береді, әбден істеп біткеннен кейін ол инстинктке айналады да автоматты жағдайға жетеді. Сосын бар оны циркке жарқыратып, үстіне көйлегін кигізіп алып барады да сені ойын-сауыққа қарық қылады да ақшаңды қағып алады, болды. Ал адам қамшыдан да қорықпайды, наградадан да дәметпейді. Сондықтан да мына бізде исламда, суфизмде нағыз мұсылман тозақтан да қорықпайды, жұмақтан да дәметпейді деп айтатын себебі сол. Егер сен тозақтан қорқып, жұмақтан дәметіп құлшылық қылатын болсаң, онда сен адами деңгейге әлі жеткен жоқсың. Сен сол жануарлық инстинкттің деңгейінде қалып қойған мұсылмансың деген астында жосқы әңгіме жатыр. Сол ана Рабия Балқияның Басрада келе жатып, ана екі құмыра ұстап алыпты, біреуінде су, біреуінде от. Мына не аласың десе, мына мен тозақта өшірем, мына мен жәннатты жағып жіберем деп. Не оны өртемекшісің, құртпақшысың десе. Мына мешіттің ішінде 3000 адам намаз оқып отыр, бірде біреу Құдайдың дидарына ғашық емес, ар ұяттарына сүйеніп, Құдай үшін бір ақысыз тірлік істемейді. Бәрі құлшылығын ұятқа кіріп қорғызын құшу үшін, тозақтан құтылу үшін жасап отыр. Бұларды мен жоямын жаңағы. Бұл содан шыққан әңгіме. Сондықтан, егер сіз адам болуымның, өзімнің адами болмысқа жеткендігімнің көрсеткіші қандай деген сұрақты қоятын болсаңыз, онда сіз цирктегі жаңағы қамшыдан қорқып, я қанттан дәметіп, трюктарды орындайтын жолбарыс, я аю сияқты болмауыңыз керек. Тем более, егер сіз жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің ілімін игеріп атқан адам болатын болсаңыз, онда сіз кез келген іс әрекетіңізді Алланың дидарын көру үшін істеп отырмын дейтін позицияға тоғырға бекініп бітуіңіз керек. Біз жалпы кітапты жазатын балдардың бәріне мен осыны айтып үйретіп ұстадым. Маған да солай үйреткен кезінде. Кез келген іс әрекетті, кез келген бір нәрсе істейтін кезде, сен бұны не істеп жатсың, бұның ақысына сен не аласың деген кезде, мен өлгеннен кейін Тәңір Тағаланың дидарын көремін деп айтты. Сондықтан да осы дидар талап деген түсінікті кішкентай кезінен бастап баланың түп санасына сіңіру үшін қазақтар соны анау сұрақ жауаппен үйретеді. Басыңда не бар? Тәждәулет. Көзіңде не бар? Нұрмұхаммед. Құлағыңда не бар? Азанғамет. Мұрныңда не бар? Ырзық жәннат. Қасыңда не бар? Иба әдеп. Тіліңде не бар? Кәлам шахадат. Жүрегіңде не бар? Зікір салауат. Кеудеңде не бар? Жан аманат. Тілегіңде не бар деген кезде дидар талап деп айтуым керексің. Дидар талап, міне адамдық деңгейге өсті, жетті. Ал енді маған медаль бермеді, маған бір грамота бересе, көңіл ғой, мәзір қойла. Айуансың онда, болды бітті. Сен Павловтың итісің. Болды бітті. Не істейміз енді? Көңіліне келсе де айтамыз осы сөз. Мен де балдарға кітап жазатын кезінде бәріне айтамын. Мынадан атақ шығарамыз, мынадан ақша жасаймыз, мынадан елдің алдында абыройлы болып жүреміз деген дәмелерің болса, осы бастан құртыңдар. Кітапты жазардан алдын ниет етеді. Кәдімгі тұғырға отырады. Осы кітапты сапалығып жазып шықсақ, таратсақ, арзан жіберсек елдің ішіне, ел осыдан рухани нәр алса, ақысына мен қартайып өлей, я жастай өлей, өлгеннен кейін осы ерлігім үшін алған дидарын көрсетеді деп ниет еткіземін. Сосын барып кітап жазады. Әйтпесе ол кітаптың ішінің бәрі қара ниет білініп тұрады. Шындағы
Рахмет көп аға. Түркістанда ана Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауидің мавзолейі әлі күнге дейін нағып адамдарға сондай жаңағыдай харизмасымен мысын басып тұрады дейсіз. Себебі дидар талап адам ол. Бүкіл тірлігін Құдайдың дидарын көрем деп жасаған адам. Сондықтан өлмейді 1000 жыл болса да. Ал кешегі сырдың кезінде медаль таққан, бертінде осы Нұр Отанның жаңағы медаль седалін тағып алғандар қайда қазір? Қайқа көмілгенін де білмейміз. Кетті жайына. Жақсы. Сізбен аға 2 сағат көлемінде өте жақсы рухани сұхбат құрдық. Өзіңіз айтқандай, бүгін жазғандай керемет хақ сыпырасы болды. 2 сағат? Иә, эфир уақыты кішкене жақындап қалыпты. Сондықтан бүгінгі эфир... Мен 15 сағат бөліп қалдым. Иә, өте керемет жақсы әңгімелер болып жатыр. Мына бізді тыңдап отырған қазір 330 телефон қосылып тұр екен. Өзіңіз айтқандай, 3 адамнан тыңдаса, 1000 адамның сауабын алдық қой деп ойлаймын. Логотерапия мағыналы ғұмыр атты сұхбатымыз бүгін өз мәресіне жетті. Сізге көп рахмет айтамын. Елге қандай сәлем жолдайсыз аға? Сөз өзіңізде. Сұхбатты қорытындыласақ. Енді сәлем жолдап ондай мен бір қаһарманы бір ондай ретінде сәлем жолдайтындай. Жалпы мен бір нәрсе айтқым келеді. Мен бағана әдейіге жаздым. Осы мәдениетті, осы екеуміз отырып алып, осы рухани сұхбатты бұрын Қожа Ахмет Яссауи Эфир тоқтап қалды, иә? Естіліп тұр? Естіліп тұр. Енді естілді. Осы мәдениетті, осы әдепті хақ сыпырасы деп атаған. Яғни қазір енді бұны экстенсиялық коммуникация деп Карл Ясперстер енгізді. Оның айтатыны осы логотерапияда да кім жиі қолданады, Франкл. Яғни сен дейді миллион түрлі, әртүрлі ауруларың болуы мүмкін дейді, психологиялық. Енді врачқа барасың, ана дұрыс қой, енді емделесің, психологқа бар, қарал, ана қолыңнан келген бәрін істе, жаса дейді. Бірақ бір нәрсе есіңде болсын дейді. Тап-таза осындай, ешқандай саяси амбиция, я бір басқа бір ниет, басқа бір коммерциялық мүдде, ақша табуды көздемейтін, біреуді жамандамайтын, өсектемейтін, сынамайтын, тек қана, не үшін өмір сүріп отырмыз? Ал кеттік енді, мына өлімге дайындалайық, мына қоғамды гүлдендірейік, жандандырайық, өзімізді жетілдірейік, мына көкірегімізді толтырайық дейтін осындай рухани сұхбатқа түскен адам дейді, болды дейді, сөйерді 1 сағат отырды ма 99 түрлі ауруынан жазылып кетеді деп айтқан. Оны сол Карл Ясперстер оны айтып жүрген соны. Сондықтан мүмкін болса, егер болашақта да осындай хақ, бұдан былай мен айтайын деген осы жердегі көріп отырған 1000 адамымыз, бұдан былай эфирлерді хақ сыпырасы жайылды деп айтуды әдеттенсін. СССР-дің кезінде осындай ұмытылған эпикалық сөздерді қолдануды үйренейік. Қорықпай осыларды өзіміздің лексиконға айналдырайық. Сөйтіп жаңадай сапасыз, нашар, қараңғы әңгімелерден қашайық. Сөйтіп Қожа Ахмет Яссауидің осы хақ сыпырасы деген дәстүрін жалғастырайық. Жақсы аға. Бір сериал түрде жүргізіп отырсақ болады екен онда. Келесі жолы мысалыға Яссауи феноменімен оқып жүрген қызбын ғой. Яссауи феноменіне арнап нағыз хақ сыпырасын жасайық онда келесі жолы. Сериал түрде жасап отырайық. Қазір мұнда оқырмандар жазып жатқан сұхбатты ұйымдастырып отырыңыз деген мұнда жазып жатқан кісілер бар. Сондықтан алдағы уақыт әрине денсаулық көтерсе, жағдай жақсы болса, бәрі дұрыс болса, сериялы түрде Алла разылығы үшін өзіңіз айтқандай дидар талап үшін осындай Алла разылығы үшін деген сөзді сәл азырақ қолданыңыздағыны Алланың дидарын көру үшін деп айтуға үйрене беріңізші. Себебі уағызшы молдалар Алла ризалығы деген сөзді қолдана беріп, уже профанизацияға ұшырады. Жақсы ма? Жақсы аға. Онда келесі дидар талап
кездескенше аман сау болайық. Елесі хақ сыпырасында жолыққанша деп қойсаңызшы. Хақ сыпырасында жолыққанша, иә, аман сау болыңыз. Көп рахмет сізге. Үйге тақпасқа Айма жеңешеме, Рәбияға бәріне сәлем жолдаймын. Аман болыңыз. Түркістандағы барлық дәруіштарға, Түркістандағы бүкіл дәруіштерге менен сәлем, дұғай сәлем жолдаңыз. Құдай қаласа бәрінен сол ху деп бір алқада отырармыз. Жақсы? Жақсы, аман болыңыз. Жақсы. Ал, құрметті оқырмандар, осымен біздің логотерапия мағыналы өмір деп аталатын сұхбатымыздың екінші бөлімін аяқтадық. Сұрақтарыңыз үшін де түрлі сұрақтар болып жатыр. Рахмет айтып жатқандар бар, негатив жазып жатқандар бар. Оның бәрі маңызды емес. Ең бастысы, біз бүгін өзіміздің мақсатымызға жеттік. Керемет хақ сыпырасы болды деп ойлаймын. Уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін барлығыңызға алғыс айтамын. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Жақсылықта, хақ сыпырасында кездесейік.